Қазіргі уақытта орталықтандырылған кітапхана жүйесі кітапты сақтау және ақпарат берумен шектелмейді. Ол кітап оқумен және кітаптарды насихаттауға бағытталған. Жыл сайын рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Сәтпаев қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі мәдени көпшілік іс-шараларды өткізуде. Ой мен ойын қызық екен, кім мықты телебағдарлама үлгісінде өткен ойын-сауық ойындары жастар жылы аясында өткізілсе, кітап оқып рухани бай бол акциясы аясында қала тұрғындары мен әр саланың қызметкерлері ақын жазушылардың шығармаларын оқуға мүмкіндік алған. Ұлы Абайдың 75 жылдығына арналған өлең оқу челленджі, бір ел бір кітап республикалық акциясы, ауғанның жалыны тақырыбындағы кездесу кеші, сондай-ақ өмірі өлеңмен өрілген тақырыбындағы Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына арналған жыр байқауы сынды ауқымды шаралар өткен жылы атқарылған жұмыстардың бір сыпырасы. Осылайша доңыз жылын толағай табыспен аяқтаған кітапхана жүйесі тышқан жылына бірқатар жоспарда құрыпты. Биыл 2020 жылы елімізде бірқатар атаулы күндер мен ұлы тарихи тұлғалардың, ақын жазушылардың, қоғам және өнер қайраткерлерінің мерейтойларына орай көптеген іс-шаралар ұйымдастырылуда. Атап айтатын болса, Қазақ хандығының 555 жылдығы, Алтын Орданың 750 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 жылдығы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығы, Ұлы жеңістің 75 жылдығы, Ұлы Абайдың 175 жылдығы, Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Кеңес одағының батыры, жазушы Бауыржан Момышұлының 110 жылдығы, қазақтың ұлы ғалымы, ағартушы Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығы. Бүгінгі таңда кітапханада электронды каталогтың ретроспективті бөлігін өңдеу жұмыстары жалғасып, кітап қорларын штрих-кодтау жүргізілген. Одан өзге электронды каталогты жаңа әдебиеттермен толықтыру жұмыстары да жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, қаламыздағы кітапхана жүйесінде оқырмандарды тарту мақсатында Атамекен тарихи, жерұйық өлкетану және де сыр сұхбат пікір алмасу клубы мен жыр жауһар поэзия клубы жұмыс атқарады. Кез келген оқырман кітапхананың әлеуметтік желісі арқылы түрлі ақпаратпен танысуға мүмкіндік ала алады. Барлық іс-шаралар кітапхана сайтында және кітапхананың Facebook, Instagram, ВК әлеуметтік желілерінде жүктеледі. Кітапхана қорына жыл сайын әртүрлі жанрда жаңа кітаптар түсіп тұрады. Қала тұрғындарын рухани қазынамыз кітап оқуға шақырамыз.